Сәлем балалар. Қалдарың қалай? Тамаша. Балалар, қарандаршы, менің қолымнан нені көріп тұрсыңдар? Кірпі. Дұрыс айтасыңдар балалар. Балалар, кірпінің арқасында несі болады? Инелері болады. Қарандаршы балалар, инелері қандай мықты? Балалар, бүгін мен сендерге кірпі туралы ертегі айтып беремін. Тыңдаймыз ба? Жарайсыңдар балалар. Балалар, ертеде орманда әдемі үйшік болыпты. Ол үйшікте кішкентай ғана кірпі өмір сүріпті. Кірпі ауласына шығып, күнге қыздырыныпты. Бір кезде балалар, кірпі орманға шығуды ойлапты. Балалар, кірпі орманға барған кезде инелерін қатты сүйреп орап алады екен. Неліктен? Себебі балалар, орманда жабайы жануарлар өте көп. Енді балалар, қарайықшы. Кірпі үйінен шықты. Кірпі тура жолмен жүрді. Кірпі әдемі алқапты көрді балалар. Қуанып жүгірді. Секіріп ойнады. Кірпі балалар хош иісті гүлдерді иіскеді. Кенеттен бір дыбыс естіледі балалар. Тырс, 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 тырс. Ол ненің дыбысы балалар? Дұрыс айтасыңдар, жаңбырдың дыбысы балалар. Балалар, кірпі қатты қорықты. Саңырауқұлақтардың артына тығылды. Жаңбыр басылып, алқапты көптеген саңырауқұлақтар қаптады. Қане санайықшы балалар? 1 саңырауқұлақ, 2 саңырауқұлақ, 3 саңырауқұлақ, 4 саңырауқұлақ, 5 саңырауқұлақ. Балалар, кірпі қатты қуанды. Кірпі инелеріне саңырауқұлақтарды түйрей бастады. Мен осы саңырауқұлақтарды анама апарып беремін деп қатты шаттанды. Балалар, кірпі үйіне қарай жол тартты. Анасын көрді. Анасын көріп қатты қуанды. Анасы кірпіні көріп балалар қатты құшақтады. Балалар, кірпі туралы ертегі ұнады ма сендерге? Жарайсыңдар. Рахмет сендерге балалар.